Соңғы жылдары Қазақстанда қылмыс қатты көбейіп кетті. Өткен жылы бұрынғы экс-министр Қуандық Бишімбаев әйелі Салтанат Нүкенованы өлтіргені үшін 24 жылға сотталды. Сол кезде халық әділдік орнады деп қатты қуанды. Себебі оған дейін көптеген шенеуніктер жазадан құтылып кетіп жататын. Енді Талғардағы оқиғаны прокурор Айжан Аймағанова жүргізсе екен дейді. Себебі Айжан Аймағанова кезінде Қуандық Бишімбаевтың сотын жүргізген еді. Жалпы Айжан Аймағанова деген кім? Талғарда болған қанды оқиға бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірді. Бірнеше бұзақы 16 жастағы Шерзатты шибөрілер секілді жабылып ұрып, әке-шешесінің көзінше пышақтап өлтіріп кетті. Марқұм болған Шерзаттың әкесіне қоқан-лоққы жасап, балаңның жанынан көріңді қаза бер деп қорқытпақ болды. Міне осының бәрі интернет бетіне шығып, резонанс тудырған соң ғана Қазақстанның билігі қозғалды. Әйтпесе оған дейін бұл іске немқұрайлы қарап жатқан еді. Оқиға орнына келген ішкі істер министрінің орынбасары Бауыржан Аленов осы жайтты басты назарға алғанын мәлімдеді. Бірақ халық бәрібір оған сенбей отыр. Олар Талғарда Хутор деген қылмыстық топ бар дейді. Бұл қылмыстық топ Талғардағы дүкен, кафелерді өз бақылауында ұстап, тұрақты түрде ақша алып отыр деп айыптайды. Алматы облыстық полиция департаментінің бастығының міндетін атқарушы Серік Шалқаров Талғарда қарақшылар бар дегенді жоққа шығарды. Әлеуметтік желілерден хуторскийлер туралы ақпаратты да көрдік. Егер сіз Талғар ауданында тұрсаңыз, кеңес заманында осылай аталған Хуторская ауданы туралы естіген шығарсыз. Қазір қателеспесем, бірлік деп аталады. Барлық тұрғындарды осы қылмыстық топтың мүшесі болды деп айта алмаймыз. Біздің есепте мұндай қарақшылар мен топтар жоқ дейді полиция бастығы. Бірақ халық жергілікті полицияға да сенбейтіндерін хабарлады. Олар бұл іске мемлекет басшысы Тоқаевтың тікелей араласқанын қалайды. Әйтпесе қаншерлер жазасын алмай, жауапкершіліктен құтылып кету мүмкін дейді. Себебі олардың билікте мықты таныстары бар деген деректер кездеседі. Қазір бүкіл қазақ қоғамы биліктен әділдікті күтіп отыр. Бірақ Шерзаттың әкесі Хутордың жігіттері өте қатыгез екенін айтты. Талғардағы дүкендер, тамақтанатын орындар мен ресторандар солардың бақылауында. Маған да олардың келетіні туралы ескертілген еді. Саған да келеді, сол уақытта сұрағанын бер деп айтты. Мен келістім. Міне, Талғарда әкімдіктен бастап прокуратураға дейін әділетсіздік жайпап жатыр. Тіпті жедел жәрдемнің өзі жемқорлыққа бейімделіп алған. Қарапайым халықтың жағдайы оларға қызық емес. Оған қоса жыл сайын Хутордың балалары адам өлтіреді. Мен ғана зардап шекпеген екенмін. Елдер келіп жағдайларын айтып жатыр. Мәселен, бұған дейін тапа-тал түсте біреудің көзін ойып алған, біраз қызды зорлап тастаған дейді ашынған әке. Еліміздің түкпір-түкпірінен жігіттер жиналып Талғарға барып қаншерлерді жазалаймыз деп үндеу жасады. Бірақ Шерзаттың әкесі бұның дұрыс емес екенін айтты. Өтінішім бар, халқым. Ешқандай митингіге шықпаңыздар, қан төгіс болмаса екен. Бір шоғырланған адамдар келіп, сол сәтті дұшпандарын пайдалануы мүмкін. Көтеріліс жасап, мені аяқтан шалып, бауырыма қастандық жасайма деймін. Сол себепті халқым өтініп сұраймын, еш көтеріліс керек емес. Өз қағидам заң аясында дұрыс әрі әділ шешім сұраймын. Артық ештеңе сұрамаймын. Өзім үшін қорықпаймын. Кім келсе де, қандай жағдай болсын сөйлесе алам, өз басыма жауап бере алам. Ал отбасымның жеке қауіпсіздігі уайымдатады. Жұрт Талғардағы қылмыстық топтың бастығы Хасан деп айтады. Бірақ жақында Хасан сұхбат беріп, өзі туралы шындықты жайып салды. Менің ұлтым қазақ. 84 жылы Кеген ауданында дүниеге келдім. Әкемнің жұмыс бабымен Талғарға көшіп келдік. 2011 жылдан бері кәсіппен айналысып жатырмын. Әлеуметтік желіде мен туралы айтылып жатқан әңгімелердің бәрі жалған. Хуторский деген қайдан шыққанын түсіндірейін. Мен тұрған Рысқұлов ауылы бұрын Хуторский деп аталған. Жұрт Рысқұлов ауылын әлі күнге дейін Хутор ауылы деп атайды. Жұрт мені не үшін қылмыстық топтың лидері деп атайтынын әлі күнге дейін түсінбеймін. Себебі мен заң бұзбағанмын. Адал жұмыс істеп жүрген адаммын дейді. Ол өзінің бір інісі қылмыс жасап 14 жылға сотталғанын мойындады. Ал бір бауыры аудандық әкімдікте лауазымды қызметте екендігін де жасырмады. Ол өзін қаралағандарды сотқа беруге дайын екендігін де жеткізді. Талғар халқының кейбірі оны жомарт адам дейді. Хасан мектепке, мешітке көмектесіп тұрады екен.
Және талғарлықтар бірлігіміз бекем Шерзаттың отбасын далада қалдырмайтындарын айтты. Қазір қоғам сот ашық өтуін сұрап жатыр. Себебі биыл Қуандық Бишімбаевтың соты тікелей эфирде ашық өтіп, ол әйелін өлтіргені үшін 24 жыл түрмеде отыру жазасын алып сотталды. Енді Талғардағы күдіктілердің де соты тікелей эфирде өтіп, халық бәрін бақылап отырғысы келеді. Және сотта Айжан Аймағанова прокурор болғанын қалайды. Өйткені Айжан Аймағанова Бишімбаевтың сотында оның адвокаттарымен соңына дейін күресіп, әділдік үшін барын салды. Және нәтижесін берді. Оның айтқандары құр сөз болып қалмады. Және де Шерзаттың әкесіне көмектесуге марқұм Салтанаттың ағасы Әйтім келді. Ол Шерзаттың отбасына мықты адвокаттар тауып беретінін мәлімдеді. Әйтім сонымен қатар прокурор Аймағановамен де таныс. Ол оны сотқа шақыра ала ма? Жалпы алғанда Айжан Аймағанова кім? Егер ол хутордың жігіттеріне қарсы шықса, оның өміріне қауіп төнбей ме? Аймағанованың жасы қазір 37-де. Петропавл қаласында дүниеге келген. Басында қазақ мектебіне бардым. Кейін қазақ мектебі жабылған соң орыс сыныбында оқыдым дейді ол. Осылайша ол қазақ тіліне де, орыс тіліне де судай. Солтүстікте жүрсе де, ана тілін ұмытпады. Әке-шешем қарапайым адамдар. Анам өмір бойы ұстаз болды. Әкем бізді асырау үшін үнемі жұмыс істейтін. Кезінде жалақы бермеген қиын жылдары біздің үйіміздің жартысы тамаққа толып тұратын. Өйткені ата-анама жалақыны тамақпен беретін. Отбасында 3 қыз бар, ұл бала жоқ. Мүмкін сондықтан болар, мен ол сияқты өстім. Айжан Аймағанованың бір әпкесі мен бір сіңілісі бар. Олар үйлі баранды жандар. Аймағанованың өзі де тұрмыста. Оның 2 қызы, 1 ұлы бар. Жолдасы оны үнемі қолдап отырады. Мен қызметте қатал болғаныммен, өмірде анамын, келінмін, жармын. Биыл көктемде ол Бишімбаевтың сотында елдің ықыласына ие болды. Сот отырысында ол Бишімбаевты орынсыз күлімсіреген үшін сөгіп, ол туралы бірнеше мысқыл сөздерге жол беріп, судья Айжан Күлбаевадан сөгіс алды. Прокурордың бейнероликтері әлеуметтік желілерде белсенді түрде таралды және ол республикадағы әйелдердің мүддесін қорғаушы ретінде таныла бастады. Халықтың ерекше назарын прокурордың қатал түрімен Бишімбаевқа қатысты қатаңдығы аударды. Жұрт Айжан Аймағанованы Парсы патшасы, ұлы Кири екіні жеңген Массагет патшайымы Томириске де теңеді. Және оны 2-ші дүниежүзілік соғыстың батыр қыздары Әлия мен Мәншүкпен де тең қойды. Міне осындай кәсіпқой прокурор Айжан Аймағанова өзінің бірбеткейлігімен, қайсарлығымен сотта жеңіске жетіп, бүкіл тмд елдерін қуантты. Қазір Талғардағы оқиға қатты ушығып тұр. Бұған дейін көптеген адамдар Талғардағы оқиғаны ашық айтуға батылы жетпей жүрді. Халық осы оқиғаға қатысты сотта Айжан Аймағанованы прокурор ретінде көргісі келеді. Біздің сот жүйесінде Айжан секілді ешкімнен қорықпай ойын батыл айта алатын батыр қыз-келіншектер жоқ деп есептейді. Айжан ер азаматтардың өзі қорқатын істі еш сескенбей ала береді. Мысалы өткен жылы ол атынан ат үркетін Қайрат Боранбаевтың сотына қатысты. Боранбаев Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың құдасы. Аймағанова елбасының құдасына қарсы шықты. Қайрат Боранбаев мұнай газын сатып алу кезінде миллиардтаған ақшаны ұрлады деген күдікке ілінді. Аймағанова айыптау жағына шығып, кәсіпкерді 8 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот оны 6 жылға бас бостандығынан айырды. Осылайша шенеуніктермен күресіп жүрген Аймағанова биыл подполковник шенін алды. Ол өз жұмысында ең басты назарға нені алатынын айтты. Түсінгенім, өмірге адам болып өмірге келген соң адам боп қалу міндет. Сондықтан болып жатқан істерге бей-жай қарау сүйкімсіз адами қасиет. Ең бастысы, жүрекпен сезініп, жақсы ниетіңді аямау. Жан-жақтағы болып жатқан оқиғаларға немқұрайлы қарамайық. Біздің елде құқық қорғау органдары көбінесе болып жатқан қылмыстарға немқұрайлы қарайды. Жанын салып жұмыс істемейді. Сол себепті елімізде алаяқтық секілді қылмыстар ашылмай тұр. Аймағанова осындай немқұрайлық елімізде қылмыстың өршуіне алып келетінін айтты. Тұрмыстық зорлық-зомбылық әрекеттер отбасынан басталады. Біз білімді, сауатты қоғамды тәрбиелеуіміз керек. Отбасыдағы жігіттерімізге әйелге қол көтерудің дұрыс емес екенін айтып, түсіндіруіміз керек. Мұндай мәселелер отбасында талқылануы керек. Әйелдерді үнсіз қалмауға, қорықпауға шақырамын. Осылай деп Аймағанова әйелдерге үндеу жасады.
Ол күйеуінен қорлық көріп үнсіз жүре бермеуге, оның соңы өлімге алып баруы мүмкін екенін айтты. Ал біз еркектер, әйелдерімізді ұрмауымыз керек. Оларды отымызды өшірмей, үйдің берекесін келтіріп отырған үшін сыйлауымыз керек. Бірақ Айжан Аймағанова Астана қаласының прокуроры. Ал Шерзатты өлтірушілер Алматы облысында. Сол себепті де Аймағанова бұл іске араласа алмайды. Шерзатты өлтірушілердің соты Талғар сотында немесе Алматы облысының сотында өтуі мүмкін. Не де болса сот ашық және әділ өтсін деп тілейміз.